sınıf o'quvchilari, bugun bizda Qozog'iston tarixi uyga berilgan taqsimlar qanday edi o'tgan hafta? Taqir qanday edi? Uy taqsimasi aytib o'tasiz. Qozog'istondagi Moңғол шапқыншылығы. Жарайсыз. Қазақстандағы моңғол шапқыншылығы және Шыңғыс хан. Бүкіл әлемді жалғаушы Шыңғыс хан туралы болған. Қазақстан соның Шыңғыс ханнан ашнас қалаларын басып алуы туралы танысып өткенбіз. Енді қазір мен кішкене видео ролик көрсетемін, соны мұқият тыңдаймыз. Түрік қағанаты атырағаннан кейін көшпенділердің басынан бағыт айғандай көрінді. Қытай жабайыларды тыныштандыру деген желеумен дүркін далаға жорықтар жасап, әйелдерін күңдікке, ер азаматын құлдыққа әкетіп отырды. Әмірдария мен Сырдария аралығы Парсылық Мәуленахар патшалығының құзырына қарай Сиырдың бүйрегіндей бөлек болған Керей, Найман, Меркіт татар ұлыстары өзара бір мәмілеге келе алмады. Арғы Ғұн империясының тұсында да, одан кейінгі түрік қағанаты кезінде де Тынық мұхитының жағалауындағы алақандай жерде иемденіп отырған қытайлықтар уақыт өте келе қуатты Тибет империясын құлатып, түркілерді ығыстыра берді. Қуанты өзеніне дейінгі жерді еркін жайлаған ата-бабаларымыз Қытай патшалығының бөліп алда билей бер саясат. Асланды есімізге бір түсіріп өттік. Енді үй тапсырмасын қысқалы ретінде мына жерде ой қозғау тапсырмаларды, кілтті сөздердің мағынасын ашып, бізге таныстырып өтсек. Артық. Мен қазір сіздер 4 топқа бөліп отырмын. 4 топқа ат қояды, бізде Шыңғыс ханның басып алған қалалары, және Шыңғыс ханның туған мемлекетіміз астанасы қоямыз. Отырар. Отырар, Ашнас, Отырар, Ашнас, Қарақорым, және де Сауран. Мына кілтті сөзді қолымызды көтеріп, мағынасын білетінімізді айта береміз. Кешіктен Шыңғыс хан 1206 жыл, Қарақорым, Жасаясақ, Өсугей, Түркітілі тайпалар айтады. Шыңғыс хан 1125 жылы дүниеге келді. Сосын осы жерде өзіміз бағалап отырамыз. Әр тапсырма бойынша 1 балл, екінші күнделік тапсырма бойынша 2 балдан, одан кейін 3 балдан қойып бағалап, соңында топбасшы өздерің сайлаған топбасшы айтып отырады, әдеттегідей. Ал екінші сөзді кім айтады? Айта беріңіз. Айта ғой. Қасиет айта ғой. Кешіктен Шыңғыс ханның өзінің жеке басын қорғайтын Кешіктен Шыңғыс ханның жеке басын қорғайтын жасауы әскері. Айтыр. Қарға тұрады. Бейсубей, Шыңғыс ханның әкесі. Ұсана айта ғой. Яса. Шыңғыс хан империясының әскери құқықтық заңдар жинағы. Жақсы. Есугей кім болған? Ол да батыр болған екен. Айта ғой. Моңғолдар, Қарақорым моңғолдардың астанасы. Қарақорым моңғолдардың астанасы. Әскери әкімшілік аймақ, әскери құрылымы. Кім айтады? Айта ғой. Әскери құрылымы, әкімшілік аймақ. Кім айта ғой? Айта. Әскери құрылымы моңғолдар балалардың 7 жасынан 10 жасынан бастап қолына ең алғашқы қаруы садақты береді, және де олар кешіктен шабуыл жасау әдісін қолданады. Соның мақсатында олар Қазақстанда отырарды 6 айдың ішінде басып алады. Әскердің көптігі, әскердің күштілігі, Шыңғыс хан әскерлерінің 7 жастайынан баланы аттап отырғызып,
садақ атуға үйретіп, енді әкімшілік құрылымын айтайықшы, әкімшілік құрылымы жағынан қаншаға бөлінді? үш қанатқа, оң қанат, сол қанат және орталық болып үшке бөлінген. Түмен деген не? Оның түмен деген Түмен. жасақ. Аружан айта ғой. Түмен 10 мың жауынгерлік. Қараңдар, мына жерде сіздерге стоп кадр суреттер беріледі бірнеше. Сол суреттен сіз нені көріп тұрсыз, сіз қандай нәтиже шығара аласыз. Суреттерге қарап, біз нәтиже шығарайық. Және де біздің бүгінгі жаңа тақырыбымыз туралы, қандай тақырыпта өтетініміз туралы айтып өтейік. Кім айтады? Суретте не көріп тұр? Қасиет айта ғой. Шыңғысқа отырады, жаулап алма. Дем ойлап тұрсың, бүгінгі тақырып. Және суретте не көріп тұрсың? Көне отырар қаласын көріп тұрсың. Жарайды, жақсы отырар ғой. Ал енді бүгінгі тақырыбымыз Қазақстандағы моңғол шапқыншылығы және зерттеу сұрағымыз неліктен Шыңғыс хан әскері отырарды 6 ай бойы ала алмады. Тақырыпты дәптеріңізге жазып қоямыз және оқу мақсатына жазып қоямыз. Оқу мақсаты отырарды қорғаудағы қала халқының ерлігін сипаттау. Осы қала халқының ерлігі туралы мәтінмен кішкене таратып берем, кішкене мәтін, соны оқып танысып, отырарды қорғаудағы қала халқының ерлігі деген мәтінді беремін қолдарына. Бізге 2 минут уақыт берілді. Енді тақырыппен осы мәтінмен танысып өттік. Сол мәтін бойынша мына жерде сұрақтар тұр. Сол сұрақтарға жауап беріп өтеміз. Айта ғой, бейбас. Отырар апаты дегенді қалай түсінесіңдер? Керуендегі адамдардың өлтіруі. Керуенге шабуыл жасалуы, Аяна айта ғой. Не себептен қайырған саудагерлерді өлтіруге бұйрық берді? Өйткені олардан күдіктенді. Күдіктенді, жақсы, жарайды. Айта ғой. Шыңғыс хан отырарды жаулап алуды кімдерге тапсырды? Шағатай мен Үгедейге. Шағатай мен Үгедейге, жақсы. Тағы қай сұрақтар қалды? Қай сұрақ? Қайырхан әскері отырар қаласын қанша уақыт моңғолдардан қорғады? Қайырхан әскері отырар қаласын моңғолдардан 5 ай бойы қорғады. Қайырхан әскері отырарды 5 ай бойы моңғолдардан қорғады және де 1220 жылы отырар қаласын моңғолдар басып алды. Соңғы сұраққа. Жарайды, соңғы бір сұрақ қалған екен. Жазыңыз. Отырарлықтардың ерліктерін қалай бағалай аласыңдар? Отырар қаласының тұрғындары отырарды өздерінің бар қайрат-жігерін жұмсап, өз қалаларын қорғады және де олар бар күш-жігер қайратын соған Енді балалар, біз дубляж әдісі дегенді білеміз, Дубляж әдісіне мына жерде бізде бейне фильм көріліп тұрады, бірақ дыбыссыз, сендер өздері оны дыбыстайсыңдар. Жарайды ма? Мен мына жерде автормен, рөлдерде кімдер ойнайтындығын барлығын бөліп бердім. Келісе отырып, соқтан бір немесе бірнеше адамнан шығып, осы сарақты алып, оқып, қоса берейін ба? Көрдік па? Отырар дастан Мұхтар Шахановтың қолымызда? Ен аламыз ғой, рөлге, Жарайды. Ал енді қазір бастаймыз.
кішкентай отырарды ала алмау, 6 ай бойы отырардың осал тұсын таба алмау, ойы дауыл сезімі аспан, тек жеңіспен көз ашқан. Менің алғы ұрпағымның сүйегіне зор таңба, намысыма сыза түсті мына сезім арқанға. деп шыңғыс хан шағатайға оқты көзін қадады. Осы өкініш мені де өртеп барады. Отырардың бақытына орнаған болар бәлкім. Алдырмай тұр зор қала. Енді дубляж әдісін жақсы меңгеріп түсіндік деп ойлаймын. Енді тапсырманы осы жаңа тақырыпты пысықтау ретінде картамен жұмыс жасаймыз. Картамен жұмысының мына жерде тапсырмасын қараңдаршы. Ұлыстардың құрылуы депті, иә? Көрдік па? Шыңғыс хан білеміз, иә? Қазақстан жерін басып алды. Басып алғаннан кейінгі жерлердің барлығын өз 4 ұлына бөліп бергендігін білеміз, иә? 4 ұлына еншілес ретінде бөліп берген. Шығысы Ертіс өзенінен, батысы Еуропа аумағы. Қазақ жерінен Қыпшақ дешті Тапсырмасы бізге, сендерге жаңаша мына жерде қазір постер қорғауды берген жоқпын. Енді бізде қазір желілер жақсы дамыған, бір-бірімізбен байланыса аламыз, е? Үйге тапсырма, криль әдісі бойынша білемін, білгім келеді, білдім. 3Б әдісі, е? Күнделікті ашып, үй тапсырмасын жазып аламыз балалар. Жарайды ма? Сөйтіп өз балдарымызды жазып мына топта өзінің тобындағы оқушылар қанша бал алғанын бізге айтып кетсін. Айтамын. Мен өзімнен Әлиханды 3 балмен бағаладым. Өйткені ол белсенді жауап беріп тұрды. Сосын Аяна ол да сұрақтарға жауап берді. Тобында қалай бағалады, қанша бал жинады, кім соны айтып өте ғой. Менің тобымда Бекарыс 8 балл жинады. Ол себебі сабаққа белсенді әрі